Орнымыздан тұрамыз.
бізде. Енді қазір біз 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ мәдениетінің фондектің өкілдері Уәлиханов пен Алтынсарин өмір сүріп, құнды еңбектер жазған екен, иә? Осы екі Уәлиханов пен Алтынсарин кім екенін біз білу үшін үш топтан осы есептерді шығарып өрнектің мәні жұрт мәнге тең болатын болса, Шоқан Уәлихановтың тұсында жабыстырамыз. Ал тақ мәндес болса, Ыбырай Алтынсариннің тұсына жабыстырамыз. Кәдімгі бізде ала ғой. Бұл қандай сан екен? Өрнектің мәні қандай санға тең болды? Жоқ санға ма, жоқ тақ санға ма? Тақ санға тең болды. Өйткені ол бөлінбейді. Дұрыс. Бөлінбейтін сандар екен, иә? 231 мен 3-тің көбейтіндісі 693. Дұрыс, 693. Бұл қандай сан шықты? Сенің өрнектің мәні қандай сан болды? Тақ сан ба, жоқ сан ба? Тақ сан. Тақ сан ба? Жоқ. Иә, дұрыс, тақ сан болды. Дұрыс. 32 мен 3-тің көбейтіндісі 96. Дұрыс, 93. Ә? 93 сан шықты. Тақ сан ба, жоқ сан ба? Жоқ сан. Енді 142 мен 2-нің көбейтіндісі 284. 31 мен 3-тің көбейтіндісі бұл жоқ сан. 93 не? 93. Неге балар? Сонымен Шоқан Уәлиханов кім екен сонымен? Шоқан Уәлиханов журналист, саяхатшы, тарихшы, Ыбырай Алтынсарин педагог, аудармашы, жазушы. Барлығымыз білеміз, де балар, ерте жас балар отырғандар. Тамаша. Енді балар бүгінгі сабағымыз балар. Разрядтан аттамай 3 таңбалы санды, бір таңбалы санға жазбаша көбейту екен балар. Балар, тақтаға барлығымыз қараймыз. Тақтада қандай сан беріліп тұр балар? 143 таңы. Неше таңбалы сан екен? 3 таңбалы сан екен, е? Қандай разрядтан құралып тұр балар? Енді осы 3 таңбалы санды егіз деген бірлік, екі сан, иә? Екі санның бірлік. Осы бірлікке біз көбейтеміз. Бірінші көбейткіш 143 болып осыны екінші бірліктің астына екі санын жазамыз. Міне, бірінші бірліктер мен бірліктерді көбейтеміз балар. Бірліктер мен бірліктер көбейткенде 2 мен 3-тің көбейтіндісі қанша? 6. Оны бірліктің астына жазамыз. Енді осы екі бірлік санын енді қанша? 10-ға көбейтеміз. 8. Оны 10-ның астына жазады екен. Енді жүздікпен оны 100-ның астына жазамыз. Сонда балдар қандай сан шықты? 286 саны шықты. 286 саны неше таңбалы сан екен? Қандай разрядтардан қалып тұр екен? Айтамыз бәріміз қандай разрядтан? 200
түрінде шығарамыз ғой. Баған түрінде. Апай, бұл жақ қателікті. Айтпай сосын айтамыз. Апай, үндегі қателікті түзесе бола ма? Апай, мен қандай үндегі қателікті түзейін? Қазір болады қателік. Оқышқан. Қандайсан шықты? Балалар жаңа не деп түсіндірген мен? Бірліктердің астына бірліктер жазылады деген мынада да. Қазір. Қан көбейтші. Тесте, сен отырасың. 2 мен 2 мен 2-ні көбейтсек 4. 2 мен 4 пен 2-ні көбейтсек 8. 2 мен 1-ні көбейтсек 2. Сонда қандай сан шықты? 284. Дұрыс, екінші. 2 мен 4 пен 2-ні көбейтіндісі 8. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. 2 мен 1-тің көбейтіндісі 2. Сонда қандай сан шықты? 268. Қандай сан деген бұл? 3 таңбалы ма? Қандай сан? 2 таңбалы ма? Қандай сан? Неше таңбалы сан? 3 таңбалы сан екен тұра ғой. Қан, осылай оқи ғой. 122 мен 4-тің көбейтіндісі 488. 4 мен 2-ні көбейтіндісі 8. 2 мен 4-тің көбейтіндісі 8. 1 мен 4-тің көбейтіндісі 4. Сонда қандай сан шықты? 488. Екінші. Бұл 3 мен 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. 3 мен 3-тің көбейтіндісі 9. 1 мен 3-тің көбейтіндісі 3. 1 мен 3 сонда 396. бұлар қандай неше таңбалы сан екен? 3 таңбалы. 3 таңбалы сан. Қалай оқиды? 2 мен 2-ні көбейтіндісі 4. 4 мен 2-ні көбейтіндісі 8. 2 мен 2-ні көбейтіндісі 4. Бұл 3 таңбалы сан 484 шығады. 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. 1 мен 3-тің көбейтіндісі 3. 3 мен 3-тің көбейтіндісі 9. Сонда 90. Қанша? 936. Неше таңбалы сан екен? 3 таңбалы. 3 таңбалы сан екен. Жақсы балалар. Тамаша. 3 таңбалы санды, 1 таңбалы санға сөйлейтіндер. Жақсы біледі. Жаңағы бірліктердің астына бірліктер жазу керек кім? Махмат? Сол жеріне мұқият қараңдар. Енді балалар. Оқулықтағы есеп 3, бірінші топ. Есеп 3 шығарады. Екінші топ. Есеп 4 шығарады. Үшінші топ. Есеп мысал 6 шығарады. Қазір орындайын, орныңызға отырыңыз. Апайдан шығарады. Иә. Шуламайын. Айсел оқышы. ғасырда қазақтың тұңғыш ашылған мектептерінде бар жоғы 211 қыз оқыған. Бұл ұлдарға қарағанда 4 есе кем еді. Алғашқы мектептерде барлық қанша оқушы оқыған? Мінекей балдар, кім туралы жазылған? Бұл жерде 19 ғасырда жаңа қандай ағартушылар өмір сүрген деп айтып едік? Бізге ең алғаш нәреде 19 ғасырда қазақтың тұңғыш ашылған мектеп дейді. Кім ашты бізге мектепті? Сонда бар жоғы 211 қыз оқыған екен. Болғаны қанша қыз болған екен? 211 қыз болыпты. Бұл ұлдарға қарағанда неше есе кем? 4 есе. Сонда алғашқы
кейін соны шығарамыз. Сендер шығардың қоп сесте шығара қойыңдар. Екінші топ. Кәні оқи қой дәрігерім. Сендер алдын шығарып ма? Апай. Мәнерлеп оқудан өткізілетін байқауға 48 ұл және 36 қыз қатысты. Оларды әр топқа 4-тен бөлді. Барлығы қанша топ болды? Мәнерлеп оқу дегеніміз не ол? Мәнерлеп оқу дегеніміз әдемілеп оқу. Өлең оқу, иә? Сендер мысалы барғасыңдар қазір үйірмеге, данапайлардың үйірмесіне барғасыңдар, осы мәнерлеп оқу үйірмесіне. Сол сияқты мәнерлеп оқуға бізде қанша ұл дейді? 48 ұл және 36 қыз қатысты дейді. Олардың әр топқа нешеден бөлінді? 4-тен бөлінді, иә? Сонда барлық қанша топ болғанын табасыңдар сендер? Барлық қанша топ болғанын таба қойыңдар. Енді сендер үшінші. Мысал 6-та не депті? Тапсырмасын оқысын. Абай ешқы жеті жылға алынған 360 пен Қанша болады? Соны орындаймыз. Бұл жерде не деген? бұл жерде есеп Амал таңбаларын жаңағы жазасыңдар. Амал таңбаларын нешінші, қайсысы бірінші, қайсысы екінші орын бар дейсің. Амал таңбаларын таба десеңіз. Неғылған жерден үшінші топ. Соны шығарамыз. Болайын деп бабалар. Шағында шығарамыз. есеп сөзге мен шығайын. Дәптеріңізге жазамыз. Жақсы болып қалады. Бірінші топ. Оппа. Сендер ауызша орындайсыңдар балалар. Жүйрік тобы ауызша орындайды. Бірінші қай амал орындалады? Қайсы амал болса бір пернесін, екінші қайсы? Дұрыс па балалар? Бұл сөздің шығарған есебі дұрыс па? Бірінші балалар жақшасыз өрнекте бірінші егерде жақшасыз өрнек болса бірінші бөлу және көбейту орындалады, балалар, иә? Бұл жерде жақшасыз өрнек болды. Сонда бірінші дұрыс 360 пен 90-ның бөлінісі орындалсын екен. Дұрыс па балалар есебі? Солай шығарыңдар ма сендер? Жүз қорық дұрыс, тамаша. Отыра ғой. Мен әйгерім оқи ғой. Ол 48 қыз ойын салды. Барлығы сөзсіз шешуі 48 пен 36-ны қосып оны 4-ке бөлгенде 21 шықты. Ал жауабында 21 топ болды. 21 топ болды. Сонда барлығы 21 топ болған екен. Тамаша, отыра ғой. Енді жүйрік тобы орындап па тапсырма? Оқи ғой. Сендер ауызша оқи қойыңдар. Шартын оқышы бірінші. Шарты. 211 Ұлдарға қарағанда шешуі енді бізге не тап деп тұр бұл жерде? Барлығына қанша оқысы оқылған. сон тап деп тұр, е? 211 мен 4-ті көбейтсек 844 шықты. Барлығын табу үшін 844 оқысы оқылған. жоқ, дұрыс па балалар?
Енді барлығын сен қазір сен нені таптың ғой бірінші? Ұлдарды тауып отырсың ғой? Ұлдарды таптың сен 844-тен. Енді барлығын табу үшін не істейміз енді? Барлығын. Айта ғой. Қосамыз. Қаншаны қосамыз? Мысалы 211.4-ті бөліп алған санды, Көбейтіп алдым, иә? бөліп алған санды, Көбейткен санды. көбейткен санды 211-ге қосамыз. Қанша шығады сонда? Теңді қанша шығады? Қанша шығады? 844. Жоқ. Балалар қанша шығады теңдігі? Кім айтып жүреді екен? Барлығын табу үшін. Қанша шығады? Қосыңызшы. Барлығы 1000. Қанша? 1055. 1055. Не болыпты? Барлығы 1055 оқушы болған екен. 1055 оқушы болған екен. Иә? Шығарады екенбіз, иә балалар, иә? Енді балалар, барлығын жас болып па балалар? Иә. Бер қараймыз. Енді мысалы жетіні балалар біз жұптық жұмыс ретінде орнымызда отырып шығарамыз. Жұппен орындаймыз. Жұппен орындаймыз. Ayırması 346, 68.525
құлағына бір серту сәтінде кішкене тақпақ өлең айтып сергейміз, балалар, айта ғой. Айсел. Бақшамызда бүгін ұзақ ойнайық, балалар қорғау күнін тойлайық. Алақаяу, алақай, той тойлайық, балақай. Әйгер, тамаша. Құста болғым келмейді, қанатым бар, көктем жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, мынау өмірден хабарсыз жылы туған. Отта болғым келмейді, жылуым бар, керекпе жылыныңдар. Әлди болғым келеді, әлди болғым, күн сәулесі ойнатқан тұлымында, отыратын анасы құлынымды. Тамаша. Тағы айтылатындар бар ма? Айтатындар. Айта оны. Алақаяу, алақай, той тойлайық, балақай. Сарғанша алақан, қол соғайық, балақай. Біз бақытты баламыз, ақылды данамыз, ертең күні еліміздің батырлары боламыз. Тамаша балалар. Болды балалар? Тамаша. Мінекей балалар, президентіміз біз биылғы жылды балалар жылы деп белгілеп отыр, Мінекей балалар, балалар жылына көптеген жаңағыдай жақсылықтарды, нелерді жасап отыр, қазір, балалар, Енді сендер өздерінің үлестеріңді қосу үшін не істеулерің керек, балалар? Өз үлесімізді не істеуіміз керек, балалар? Қосуымыз керек. Енді балалар, қазір үш топтық жұмыс жасаймыз. Мына жерде 8-дің мысал 8-де екінші күріштің әрбір қабырғасындағы сандардың қосындысы ортасында тұрған сандарға тең болады екен. Ойланып, балалар, мына жерде қабырғаларында сандар жоға бізде, осы сандарды ойланып отырып табамыз. Сонда барлығын қосқанда, мына қабырғасын қосқанда 16 шығу керек, мына қабырғасын қосқанда 3 қабырғасын қосқан кезде 16 шығу керек. 14, 16, 18 сандары. Топтық жұмысына қалай жасаймыз?
Çıkar boyayı. Çıkar. Eteklerini çıkar. Çıkar boyayı boyayı. Jangan ada sana tulisan itu, mana hadis kan? Tapi